Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Бүгін мен бумажный жүргізетін боламын. Және де мен негізі жай сөйлейтінмін, бірақ маған бір қыз айтқан, дауысың жай шығады деп. Я, мен жайлап айтамын, не екенін білмеймін. Бұл жолы бұрында мен бақырып айтатынмын. Мен сіздерге бір жаңалық айтайын. Мен деген өкінішке орай мені тырнақпен түсірген видеолардың бәрін кетіріп тастадым, себебі маған ұнамайды. Тек бір-екеу ғана қалдырдым. Интересныйларын, популярныйларын қалдырдым. Бізде екі жаңа коллекция, ол бізде осындай коллекция, осындай пішіндегі суреттер өте әдемі. Бұл жерде 8 пакет, әртүрлі размермен минусы, және де әртүрлі перфорациямен. Бұл пакетиктерді, перфорацияларды, наклейкаларды мен жасадым, ал ішіндегі суреттерді мен апам жасадым. Көп болды бұл коллекцияда болғанына. Екінші коллекция краб. Бұл жерде де 8 пакет, осындай пакетиктер. Маған сағатты ұнамайды пакетиктер. Өте үлкен. Ешқандай перфорациясыз. Және де бүгін біз половинка коллекциясын бітіреміз. Және де кеттік, таңдайық. Выбирашки деп ат қойдым мынаған. Яғни таңдау керек. Бұл жолы бізде екі бар. Мынандай екеу блесткамен. Осыны алайық. Жасылға қарағанда онша емес. Жаңа коллекциямыз. Осы үлкенді алайық, себебі ұнамайды үлкендер. Стикері. Осындай жүрек көрсетіп тұрған осындай стикер. Бұл вроде түскен жоқ бізге әлі. Шлепанцы. Бүгін алдыңғы жаңа коллекциям, бүгін осы пакетпен алайық. Қыз және де шлепанцымен. Новый год. Зима, яғни. Осы краб, біздің жаңа коллекциям. Осыны покупка. Осындай. Жоқ, батонмен алайық. Вопросы. Осыны крестики, нолики. Вот. Украснивник. И солнце. Біздің распаковкамызда осыншама өте көп коллекциялар. Біздің каталог. Мынандай сурет жабыстырып қойдым. Қызық болу үшін. Коллекция зима. Осындай жұмыртқалармен өкінішке орай келесі видеода бітіреміз. И бізге осындай елка түсті. Бұл типа жаңа перфорация. Перфорация деп тұңға жаңа наклейка. Так. Номер 5. Нәжеге сымай тұрақтар нәжеге жапсырамыз. Міне осындай коллекция. Так, келесі коллекция бұл бізде половинка деп аталады. Өкінішке орай бүгін бітіреміз. Міне осындай пакетик. Давайте ашамыз. Артық дыбыстар үшін кешірім сұраймын. Бізге жұмыртқаның бір бөлігі және де доптың бір бөлігі. Міне. Пергаменттің негізі шын мәнінде күшті дауысы. Бірақ видеода аса қатты естілмейді екен, өкінішке орай. Коллекция украснивник. Осындай пакетик вроде. И бізге BMX-ті номер 2 мына жерге сіздерге для вас. Мына жерге жапсырайық. Себебі ана жер өте кішкентайда BMX-іңіз үлкен болып кетті. Анау нормально. Анау қарағанда. Міне
Так, коллекция крестики-нолики. Крестики-нолики осындай пакетик. Бізге осындай нолик түстім. Бұлай жеңіп кетуге шанс бар. Соңғы нолик қалды бізде. Қай жерге түссе де нолик жеңеді. Бірақ крестик бұлай жеңіп кетпейсің. Коллекция покупка. Мындай наклейкалар жапсырған. Бір түрлі болып кетті. Покупка бізде осындай пакетик батондармен. Нормально, неге ашылмайсың? Так. И бізге Орео түсті осындай. Осы Ореомыз. Міне, осы жапсырамын. Так, келесі коллекциям осындай крестикілер. Мына бетін жалғастырамыз. Осындай пакет. Номер 3 дейді, қайтем. Себебі номер 3 бос емес. И бізге осындай. Мына жер қарамды білдіріп алғам. Өкінішке қарай. Номер 3 дейді. Бірақ біз бұны номер 7-ге жапсырамыз. Міне. Так, коллекция шлепанцы. Біздің осындай пакетигіміз. Опа. Бір түрлі. Ең бүгін осындай пиццамен түсті. Осындай қап-қарам шлепанцылар. Осындай пиццамен. Номер 5. Тағы мына бетке. Міне мына жерге. Міне, коллекция краб, бірақ мен ең алдымен бубырышки и вопросы дашам. Бірінші вопросы. Так. Керемет ашылды. Қандай телефон? Менікі Samsung J2. Вот. Так, екеу машин, малина или шие. Мен екеуінде жақсы көремін, бірақ малинаны мен тек бір-екі рет көрген өмірімде. Сондықтан шие. Коллекция дейін жатыр. Құлпынай или шие? Тағы да шие. Құлпынай или шие? Құлпынай. Жоқ. Құлпынайда менде аллергия, бірақ мен құлпынайдың заттарын күшті жақсы көремін. Ал именно құлпынайды жегенде менде аллергия. Білмеймін, үсті басым қызарып, қышынып кетем. Сол себепті шие. Жоқ, құлпынай. Бірақ құлпынайдың өзі емес. Құлпынайдан жасалған тамақтар да бар ғой. Мысалы йогурт, сондайлар. Бірақ ондайда қатты көп жей бермеймін. Сол себепті шие. Мында да шие, мында да шие. Коллекция краб. Мен қазір басқа коллекцияны ашқым келеді. Яғни бұл уникаток бітеді. Ең соңғы беті. Негізі бет емес. Ақ бет. Осы коллекцияны. Мен дымай демелемедім. Просто жапсырамыз. Давайте ашайық. Апамның маған жасаған коллекциясы. Бірақ мен көріп тастадым бәрінде. И бізге осындай түстім. Бұл суреттерді мен салған жоқпын. Тағы да қайталап айтайын. Бұлай или бұлай? Вроде. Міне.
Номер 4 дейді, бірақ номер жоқ. Такс. Артық дауыстар үшін кешірім сұраймын. Ана көп бетін алды όμως. Міне, біз қазір краб коллекциясын ашамыз. Бұл коллекцияны мамам айтты, осындай коллекция жаса деп. Мен жасадым. Осындай крабтар түседі, әртүрлі эмоциямен. Бізге осындай краб түсті, типа күліп тұрған. Номер 1, мама дейсің. Осындай краб, номер 1. Такс. Мен тырнағын алып тастам. Айтуды ұмытып кеткен басында. Және де бүгінгі мен видеом ұнаса әрине осы видеоны лайк басып, менің тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Келесі мен видеомда кездескенше, всем пока-пока. Тырнағым